Қазір біз Sketch методолаб программасында өзіміз таңдаған кез келген кейіпкерді қозғалтуды жасап көретін боламыз. Бұл бізде кез келген сабақта, яғни информатика сабақтарында болсын, немесе сурет сабақтарында болсын, оқушыларды қызықтыруға арналған акты тапсырмасы ретінде қабылдауға болады. Енді кіріп көрейік. Sketch методолаб платформасына кіреміз және міне бірінші тұрғанды таңдаймыз. Сосын әрі қарай міне көкпен көрсетілгенді басамыз, таңдаймыз. Енді бізде мына жерде айтып тұр, сурет таңдаңыз дейді. Сіздің галереяңызға кез келген сурет немесе фотоға түсіріп алуға болады. Мен мұнда ноутбукқа сурет ашып дайындап қойдым. Міне камера дегенді басамын. Сөйтемде мына жерден суретімді жақындатып алып, ол сурет боялған сурет болу керек. Мысалы, сіз осы суретті шығарып, оқушыға бояуға берсеңіз болады. Кез келген аяғы, қолы бар сурет болу керек. Сосын оны біз деген оқушының бояған суретін суретке түсіріп аламыз. Сөйтемізде міне ОК батырмасын басамыз. Қазір қайтадан жасап көрейін. Жақындатып аламын. ОК батырмасын бастым. Міне маған суретті ашып көрсетіп тұр. Ары қарай келесі деген батырманы таңдаймыз. Осы жерден міне көкпен көрсетілген батырманы таңдаймыз да. Суретімізді ерекшелеп тұр. Алатын суретіміз. Мен төбесін алмай қалған жағдайда төбесін қосасыз және аяқтарын қосамыз. Ары қарай батырмасын басамыз. Міне біздің сурет толықтай қамтып тұр. Келесі деген батырманы басамыз. Міне аяғы, қолы, көзін бәрін ерекшелеп белгілеп тұр. Осы белгіленген аймақ қозғалады. Келесі деген батырманы басқаннан кейін біздің кейіпкеріміз қозғалады. Міне біздің кейіпкеріміз осылай жүгіреді. Мына жерден кез келген таңдап алуға болады. Мысалы, мынау билеп атсын біздің роботымыз. Және осылай суретті қозғалтып жасауға болады. Кез келгенін таңдап көреміз. Бұл өте қызықты өтеді. Бастауыш сыныптарға өте қызықты болып өтеді. Бастауыш сыныптар үшін. Міне осылай жасаймыз.